Бұл Қарақалпақ хаял қызларының дикарғы зергерлік бұйымы хайкел. Сіз бұны көп көргенсіз. Дұрыс па? Себебі әзірде оннан пайдаланатулар көп. Бірақ та бұны алдын не мақсетте пайдаланғанын білесіз бе? Дәслеп хайкел Құдай хайкелшелерін сақлау үшін құтыша сипатында пайдаланылған. Кейіншелі болса ислам діні кіріп келгеннен кейін әрқилы дуалар жазылған қағазларды сақлау үшін қолданылған. Сондай-ақ онда бір мақлуқтың скульптуралық келбеті болған деген де шамалауда бар. Бұған жақсылап қарасаңыз, қайсы хайуан екенін өздеріңіз түсініп аласыз. Бүгінгі видеомызда біз Қарақалпақ хаял қызларының безену бұйымлары хақында сөз етеміз. Яғни оның атамалары қандай һәм не мақсатта пайдаланған барлығына тоқталып өтеміз. Видеомыз басланбастан алдын каналымызға ағза болып, лайк басып, пікірлеріңізді комментарийде жазуды ұмытпаң. Бұл Айдын каналының жаңа саны. Мен Айгүл. Егер де сіз тайын болсаңыз, басладық.